Сәлеметсіңдер ме қыздар, менің тоқыма тоқып үйренейік каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай шарша тоқуды үйренетін боламыз. Алдымен 14 біз аласыздар, 7-еуін 10 қып тоқисыздар. Міне, одан кейін воздушная вязка, ары қарай қалған 7-еуін 10 қып тоқып шығасыздар. Дәл осылай видеода көріп тұрғандай 10 қып тоқып шығасыздар. Бірінші қатар бітті. Бірінші қатар, енді мынау екінші қатар суреттегідей тоқисыздар. Арты барлығы теріс болып тоқылады қыздар. Барлығы теріс болып тоқылады. 7-еуі де теріс тоқылады. Воздушный петляның өзі де теріс тоқылады. Міне, артқы біздің ар жағындағы стенкасынан алып тоқисыздар. Себебі оның алдында әдемі өрнек болып шығу керек. Өрім сияқты болып. Қыздар, міне мына іліп алған воздушный петля, ортасы, қайтадан воздушный петля. Бұл жерде мен қазір чатастым, назад, қайтадан артқа қарай бұрылдым. Енді воздушный петляға келген кезде воздушный алмай жатып, мына екі оңымызды біріктіреміз. Бұлар оңға қарай қысқартылады. Жібімізді мен көріп тұрғандай ыңғайландырып ауыстырып отырмын. Себебі олар оңға қарай қисайып біту керек. Елканың, шыршаның жаңа жапырақтар сияқты. Енді воздушный петлямды алдым. Оң тоқыдым, воздушный петля. Енді мына екі оңымыз солға қарай қысқартылады. Міне қыздар, дәл осылай енді видеода көріп тұрғандай оңы оң, терісі теріс болып тоқылады. Арты да қыздар дәл солай терісі теріс болып тоқылады. Воздушный петляның барлығы да теріс болып тоқыла береді. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Енді келесі жолға көтерілдік. Оңын оң тоқып келеміз. Жаңаға біріктірілген жіпке дейін, міне біріктірілген жібіміз оңға қарай қисайып біріктірілді ғой. Сол жіп келесі ілмекті қосып, оларды ыңғайландырып отырмын. Міне, оларды біріктіріліп, бір ілмектен тоқылып шығады. Олар біріктірілгеннен кейін осы жерден воздушный петля алынады. Қалғаны оң тоқыла береді. Мына жерде жібім біріккеннен кейін кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Ештеңе етпейді. Міне оң тоқылды. Енді біріккен жіптің алдынан воздушный петля, және бұлар солға қарай оң тоқылып біріктіріледі. Міне қыздар, осылай жұмыс до конца елканың екі ұшы шыққанша жіптің, біздегі жіптің барлығы екі жаққа қарай біріктіріле береді. Көрсеңіздер, оңға қарай, міне сол жағы, міне солға қарай біріктіріле береді. Сол біріктірілгеннің алдынан воздушный петля алып отырамыз.
Қыздар, міне біздің елочка өрнегіміз шықты, өте әдемі, барлығы оңмен тоқылады, тек ілмекті осылай алып отырсаңыздар оңмен. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, инстаграм парақшамда схемасы тұрады. Сау болыңыздар.